أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ассаламу алейкум құрметті Нұр Мұбарак YouTube арнасының көрермендері, қош келдіңіздер. Бүгін тұрақты қонағымыз Қабылбек ұстаз. Ұстаз, қош келдіңіз. Бүгінгі подкастымызда қозғалатын әңгіме әке туралы болмақ. Жалпы ұстаз, қазақта әке деген ұғым бар. Соған бір қазақтың көзімен қарайтын болсақ, қазіргі таңда әке ол бір үйдегі ақша табатын, физикалық бір қажеттіліктерді өтейтін адам болып қалған. Осы орайда негізі қазақта біздің ата-бабаларымыз қандай болған? Әке бір формуласын айтып бересіз ба? Негізгі қазақта әке деген мынандай болу керек деген сияқты. Жалпы әке деген ең бірінші бұл отбасындағы ол тұлға. Тұлға болу керек. Солай ұғым жасаған ата-бабаларымыз соны кейінгі ұрпаққа дәріптеп кетті. Бұған дәлелім бізде қазақта мынандай сөз бар. Әке көрген ұл оқ жонар. Сонда бала сол әкеге еліктеп тұрған жерде. Әкенің бойындағы сол тұлғалық қасиетін көрді да, сол балада соны қайталап, ол да бір үлкен азамат болып, өмірде өзінің жолын табатын. Абай атамыз тілмен айтқан кезде, сенде бір кірпіш дүниеге кетігін тапта бар қалан дейді жатыр. Сол өзінің кетігін табу үшін ол бала ең бірінші сол әкеден үйренеді. Соны бабаларымыз айтып қойған. Яғни оған көрсетілген әке, демек өзі сондай адам. Солай өзі, мына Жалелдин Руми деген ғалым айтады ғой, сен бірінші жан дүниеңді тазала да, сөйтіп сыртқа солай көрін дейді. Солай көрінгеннен кейін солай жүр дейді. Сонда әкенің болмысы, жан дүниесі солай өзін тәрбиелеп, солай дағдыланған, кейін солай көрінді қоғамда да, балалардың алдында да. Енді сол жаңа формула дегеніңізде соны бұзбай жүру керек әке. Сол кезде ол жемісін беріп, ол нәтижесін береді деген сөз. Демек ең бірінші мәселе әке ол тұлға, отбасындағы ең басты тұлға. Ең басты. Ол жаңағы дұрыс азық алып келу, ол өз алдына. Онсыз да ол әке өзінің міндет ретінде, сол отбасының Алланың ризығын алып келуші ретінде ол міндетін ол біледі. Айтсын, айтпасын, кез келген ер азаматтар оны атқарып жатыр, Алла күш-қуат берсін. Ал бірақ өзіңіз сұрағандай оның формуласына келетін болсақ, ол ғана емес. Әке ең бірінші ол кім? Тұлға. Тұлға деген өзін тәрбиелеген, өзін жақсы мынау сипаттарын дамытқан, жаман әдеттің бәрінен арылған адамды тұлға деп айтады. Сөйтті де, содан кейін барып, ол балаларына оны көрініп соларға үйрете бастайды. Одан кейін барып қоғамға, адамдарға көріне бастайды адам. Сонда қазақ айтады ғой, бірінші өзіңді жарылқап ал дейді. Өзіңде жоқ нәрсені, балаларыңа өткізе алмаған нәрсені сен елге не көрсеткің келеді дейді. Елге не айтқың келеді дейді. Қазақ оны бір ақ сөзбен жинап қойған. Не деп жатыр? Өзіңді жарылқап ал бірінші дейді. Бірінші өзіңді қатырып ал деген сөз ғой. Сонда ең бірінші әкен бұл формулаға келетін болса, ол тұлға. Және екінші әкенің бұл жаңағы екінші формуласы бұл баланың анасын таңдауда, баланың анасын, мықты анасын таңдауда сол жағынан да бұл ұрпақты, саналы ұрпақты өмірге келуге себепкер болатын жағынан да дана адам. Бұл даналық дейміз, хикмет дейді. Өйткені бұл дана әке, ол ойлап тұр. Қазір отбасын құрған кезде Алла нәсіп етсе өмірге ұрпақтарым келеді. Сөйтті бұл даналықпен көрінген жерге егін екпейді. Алла Құран кәрімде әйел кісіні өздерінің егін егетін алқаптарын деп айтты ғой. Оны дихан тілімен айтатын болсақ, демек әйел кісіні сол егін егетін алқапқа теңеп тұрды Алла Тағала. Ол суармалы болу керек, өнім беретін алқап болу керек. Демек дұрыс, әке
бұл өзінің несін асыл тұқымды дәнін сақтап келе жатыр. А оны көрінген жерге ексе шықпайды. Даналықпен ол қарап жатыр. Бұл дәнді қайда егейін мен? Салыстырып көрді, ананы көрді, мынаны көрді, бәрін қарап салыстырып, сөйтіп жақсы сол көңіліндегі шариғат шеңберіндегі талаптардың бәрі табылған бір қыз баланы көрді де, соған қарап құда түсіп, сонымен жұптасады. Сол жағынан қарайтын болсақ, демек отбасындағы бұл әке сол жағынан дана бұл. Яғни даналық жолмен не істеді? Өзінің ұрпағын егетін алқапты таңдай білді. Анау мамандар айтады ғой, ер азамат екі нәрседе қателеспеу керек дейді. Біреуі сала мамандық таңдауда, біреуі жар таңдауда дейді қазақ. Ал қалған нәрседе қателессең, оның орнын ауыстырып жіберуге болады. Мысалы, көлік таңдауда қателесіп қалсаң, кішкене теуіп көр, көңілден шықпаса, сатып жіберуге болады. Ауыстырып варианттар бар да, бартер жасауға болады, басқа қылуға болады, бар нәрсенің орны табылады. Үй алуға да, үй сатып алғаныңызда қателесіп қалсаң, көлік сатып алғанда кез келген нәрсені қателесіп қалсаңыз, оның орнын айырбастау арқылы, сату арқылы, бірақ екі нәрседен келтіре алмайсың. Мамандық таңдадың, 4 жыл университетте оқудың, қанша тәжірибе жинадың, бір 10-15 жылдан кейін барып мамандығымды ауыстырайын десең, ол ауыр болады. Өткен сен 15 жыл бойы мынаған көп уақытыңды, энергияңызды, біліміңді, ақшаңды салып тастағансың. Сіз кәдімгі күйзеліске түсіп қаласың. Мына жаққа секірсең қазір басқа салаға. Қиын болады адамға. Сол үшін мынаны таңдауда асықпау керек деп жатқан сол. Сен сала мамандық таңдауда асықпа. Сен қателеспеуің керексің. Жақсылап жетіп ойлап бір шешім қабылдауың керексің. Екіншісі жар таңдауда. Ол да жаңа көлік сияқты емес. Көре берейін, ұнамаса келесі жыл ауыстыра салам дейтін нәрсе емес қой. Бітті, ол жар таңдап, некең қиылып, шариғат бойынша саған жаман оймен қарауға тыйым салынып тұрған әйелге шариғат рұқсат беріп, адалдық берген нәрсені, енді одан сұра аласың сен. Оны енді орнын айырбастап, олай болмайды. Сонда әке не екен бұл? Дана, яғни хикмет иесі. Даналық жағынан осындай үлкен орны бар адам екен да отбасында. Анау кейде жарым айтамын ғой. Жаңа кіші баламды өткенде, Исмаил баламды, мынаны қанша уақыт осыған жүкті болдың десем, 9 ай ғой дейді да. Кейін әзілдесіп айтып отырмын да, 9 ай ғана көтердің ба деймін да. Енді оңай емес қой. Әрине оңай деп жатқан жоқпын деймін. Бірақ мен осы Исмаил баламды 40 жыл көтеріп жүрдім ғой деймін да. Қалай сонда дейді. Солай 40 жыл бойы мен арам нәрсеге жақындамадым, арам нәрсе ішпедім, арам нәрседен бәрін аулақ болдым. Анау жоғарыдан келатқан шежіремдегі қанның тазалығын бәрін нормаларын сақтап, болашақ ұрпағымды дұрыс өнім болуымен күттім дедім да. Мен Аллашы 40-тан асқанда барып, ол Исмаил кішкентайымды көрдім дедім да, кенже баламды. Сен дейді да, көрдіңіз ба? Сонда бұл әке деп айтқанымыз, бұл ұрпағын ойлайтын, бірінші дұрыс алқабын таңдады, кейін соған егетін дәнін сақтап жүрді ол адам. Ол данышпан адам ол. Нәпсіден тыйылды, анадан тыйылды, мынадан тыйылды. Қой, болашақта мынау денсаулыққа зиян екен деп бір нәрсе ішпей жүрді. Сонымен айналып келгенде данышпан адам ғана істей алады да ол нәрсе. Көрінген нәрсені шегіп, көрінген нәрсеге орындырып, ішіп, қуып жүре берсе, ой, бала деген бола береді екен ғой деп. Жоқ, бала деген бола береді. Бірақ сенің балаң жаңағыда Бөгенбай, Әл-Фараби сияқты болмайды да, бірақ бала. Көптің бірі, бір тобырдың біреуі болып шығуы мүмкін да. Неге десе, өзіңді ұрықты былғап тастағасын, және ол мүмкін сол ұрықты егетін алқабында дұрыс таңдамағасын. Қалай болса солай кетті. Демек, балада солай болып шығуы мүмкін дейді. Демек, сол жағынан қарайтын болсақ, әке бұл не екен? Бұл дана, хикмет иесі. Сол жағынан қарайтын болсақ. Үшінші жағынан, бұл өмірге келген баланың ең бірінші есімін қойған, ақ пен қараны ажыратқан ұстаз бұл. Әкенің тікелей міндеті бұл. Шариғат айтады, әкенің балалардың алдында 3 міндеті бар дейді. Біріншісі, өмірге келген кезде есімін қою.
ұялмайтындай Иә. ақылдасып саралап мән мағынасы бар есімді қойды әке. Екінші, оған обал сауапты үйрету әкенің міндеті. Оны ұстаз ғана үйретеді. Иә. Мынаны істесең балам сауап болады, намаз оқысаң сауап болады, арақ ішсең күнә болады, ондайға жолама, өтірік сөйлесең күнә болады деген кім үйретеді балаға? Ол көршінің әкесіне үйретпейді балаға. Егер мына жақтағы біреуге үйретпейді. Оған кім үйретеді? Шариғат айтып жатыр, әке үйретеді онда жатыр. Демек ол ұстаз. Үшінші міндеті, сол бала ер жеткен кезде сұрастырып, текті жермен құдаласып үйлендіру баланы, әкенің міндеті, соңғы міндеті. Қыз бала бой жетсе, құдалар келіп қолын сұраса, қыздың шежірелерін қарап, дұрыс адамдар болса, батасын беріп, қызын шығарып салу әкенің соңғы міндеті. Демек, үшінші бұл мәселе отбасындағы әке ол кім екен? Ол ұстаз. Яғни ақ пен қараны ажыратып беретін, мынаны істе, мынаны істеме деп өмірде соны шамшырақ қолына ұстатып беретін ол әке. Қарайтын болсақ, әкелеріміз бала кезімізде сол айтқан сөздері, өсиеттері, ескертулері әлі есімізде да. Әлі күнге шейін өмірде қолданамыз сол нәрсені. Өйткені мынау қазақ айтады ғой, жас кезде алған білім тасқа ойып жазғандай дейді. Есейгенде алған білім құмға жазғандай дейді. Бала кездегі ол қап кетеді екен да ол нәрсе. Көп ағаларымызды естиміз, баяғыда марқұм әкем сөйтіп айтушы еді, оны уже ар жақта ата болып қалған кісілерді естісең, баяғыда әкем марқұм сөйтіп айтушы еді, бәлкім естіп жатамыз да қоғамда. Бала кезіндегі естіген әкесінен өсиет әлі айтып жүретін үлкен ақсақал кісілер бар да. Әкем марқұм баяғыда біз бала кезімізде сөйтіп айтушы еді дейді. Қалып кеткен ғой деді. Демек сол жағынан ескерсек, ол кім ол кісі? Ұстаз. Оның орны өте жоғары. Төртінші, жаңа айтып жатқан, бұл отбасындағы әлеуметтік жағдай бәрін қамтып жүретін қамқоршы адам болды. Қамқоршы. Әйтеуір балаларым аш болып қалмасын, жалаңаш болып қалмасын, балаларының мектебі келе жатыр, сөмкесіз болып қалмасын, ручка дәптерсіз болып қалмасын, ана аяқ киім жыртылып қапты, аяғы тоңып қалмасын. Соның бәрін ойлап жүрген ол қамқоршы адам. Көрдіңіз ба? Қамқоршы дейді қазақ оны. Ал ол мынау пайғамбар алейхиссалам заманында мына бір сөзді естіп, бір топ әйел кісі Расулалланың алдына келді. Я Расулалла, ертең тозақта көпшілік әйел кісілер болады деп айтыпсыз. Біздің не кінәміз бар? Біз әйел заты болғандықтан кінәміз сол үшін Алла бізді ертең тозаққа кіргізіп азаптайды ма деп жылайды да әйел кісілер. Сөзі пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам, жоқ, сіздер әйел заты болғандықтан, еркек заты болған деген әңгіме жоқ ол жерде. Ондай мағынада емес еді. Не үшін онда деген еді? Сіздер жаңа күйеулеріңізде жаңа қамқоршы адамдарыңнан ананы жақсылық көргесің, мына жақсылық көргесің, жақсылық көп көргесіңдер дейді да. Ішінде бір жақсылық көрмей қалдыңдар дейді. Бір күні айтқаның болмай қалды, дегенің болмай қалды. Сөйтесіңдер де осыған дейінгі көрген жақсылықтың бәрін жоққа шығарасыңдар деді. Мен ешқашан бақытты болған емеспін семен. Мен ешқашан бір керемет жарқырап жүрген емеспін мен. Мен ешқашан деу арқылы мынаның бәріне күфірлік келтіріңдер деді. Бұның бәрі ақиқатта істелінген нәрсе еді ғой. Соны жоққа шығарғандықтан Алла Тағала сол себепті азаптайды деген да, әйел адамдар ixtiyat болыңыздар деп айтқан. Сағады? Демек қамқоршы адамның еңбегін бәрі адам жоққа шығарғанмен Алла жоққа шығармайды екен да, олымже. Ол қамқоршы ер азаматтар, енді сұрақ солай болған екен, сол жайында жүріп жатыр ғой. Яғни сол қамқоршылардың ішінде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтады, сендердің садақаларының ең сауабы мол отбасыларыңа жасаған қамқорлықтарың дейді саллаллаху алейхи вассалам хадисте. Яғни демек ер азамат әйтеуір үйге келе жатқанда өте бір сөмке көтеріп келеді да. Әйтеуір құр кірмейін үйге деп, бір қажеттіліктерін өтейін деп алып келеді. Арқалап келсе де, шетелден қайдан алып келсе де. Сосын да бұл садақа есептеле ме сонда? Бұл садақа болғанда да оның патология есептелінеді. Яғни салыстырма айтып жатыр. Садақаның ең абзалы, сауабы ең мол әкенің отбасының қамқорлық жасағандарың деп тұр ғой. Ал мына жақтан рахмет болмауы мүмкін, жаңағыдай налынып, осы ғана ма деп жатқан болса, ер азаматтар оған қынжылмау керек та. Уайымдама, Алланың алдында сен марапатталасың әлі. Өйткені сенің мынау істеп жатқан қамқорлығың бәрі ескеріліп жатыр Алланың алдында. Адамдар ескермесе де Алла ескеріп тұр деп тұр да шариғатымыз ше. Демек сол жағынан есептейтін болсақ, не екен ол әке? Отбасында ол қамқоршы. Бесінші әке отбасында бұл ана өсіп шыққан балалардың
болашақта абырой бұл. Әкенің міндеті ше, абыройлы. Ол бала ертең үйленетін кезде де әкесін сұрайды. Әкесі қандай адам дейді. Әкесі кәдімгідей абыройлы, елдің арасында беделі, сөзі жүріп тұратын әулеттегі сондай бір берекелді, сондай адам болса, кез келген адам құда болып қызын береді оларға. Ана әкесін танимыз ғой біз дейді. Қазақ сөйтіп айтқаны, жақсы әкенің абыройы жаман ұлына 40 жыл азық болады дейді. Яғни қоғамда не бір адамдар бар, әкесі секілді онда еңбегі жоқ қоғамда, бірақ шалқып жүрген балдар бар да. Неге? Әкесінің абыройымен. Әкесі өмірден кеткен. Бірақ соның баласы болғандықтан қаншама балдар қазір әлі нені сезбей жүрген адамдар бар. Оны әкесін сыйлайтын достары, қоғамдағы адамдар оның баласын таниды ғой. Анау көмектеседі, бұлай көмектеседі, әкең жақсы танимыз сен. Әкеңе біз қарызбыз дейді. Әкең осы қазақ үшін, ел үшін қаншама еңбек еткен еді. Балам бойымда қандай да бір қиыншылық бола ма, тікелей алдыма кіріп келе бер деп айтып отырады екен адамдар. Соны бала әлі сезініп жатқан жоқ өмірдегі қиыншылықтарды. Неге? Уақытында әкесінің абыройымен шалқып жүрген қаншама балалар бар екен да қоғамда. Демек осы жағынан қарасақ, әке бұл отбасында балалардың ұрпағының несі екен? Қазір күнде анау лицо деп жатырмыз ғой. Бір кез келген анау футбол қазір жүріп жатыр ғой, әлемдік не. Соның ішінде бір мықты лицо бар да. Дұрыс па? Рональдо жүр мысалға өзінің командасында. Болды, анан командада анан көрсе болды, халық вот мына мықты дей береді. Сол сияқты бұл әке отбасындағы бет-берде абырой ол. Уж әке алдында көрінді ма, бұл оның артындағы балалардың қателіктері, оның бәрі ескерілмей көтеріліп кете береді әкесінің абыройымен. Қазақ айтады, әкенің абыройымен қыз ұзатылады дейді. Әкенің абыройымен ұл үйленіп жатады. Мұның бәрі әкесінің еңбегі. Көрдіңіз ба? Сол үшін осылай қазір аша беретін болсақ, демек жаңа айтқаныңыздай, ол әке тек қана үйге азық-түлік таситын адам емес ол. Yani осылай бүйтіп тізе беретін болсақ, бұл негізгі бесеуін айтылды да бұл жерде. Өзің айтқан формула үлкен-үлкен бесеуін айттық. Бірақ ол бесеуінің өзінің әрқайсысын және ашатын болсақ, ішіне кіріп. Ол не деген отбасындағы адам екен біз көреміз да, әкенің. Сіз ең басын айттыңыз ғой, әке бірінші өзін жарылқау керек. Бағанада айтсақ, баласы үшін барлығын дайындап береді, ана тамақты же, мына киімді іш деген сияқты. Соған байланысты сол жарылқауды өзіне пайдаланса қалай болады? Мысалға, ең бірінші күшті тамақты өзі жейді. Киімді де өзі киеді. Соны көрген бала, соны жасауға дағдыланса, осы жайында қалай болады? Баласына бірден бере бермейді. Өзі қолданбайды, бірақ жақсы нәрсені. Сонда әкелер бар да, баласына барлығын бере береді. Ал бірақ өзінің үстінде ол киім де жоқ, ол тамақты да жемейді. Ол баланың көзінде әке ыңғайсыз күйде қалып қояды. Осы жағынан қалай болады? Бірінші өзі жарылқаса, киімді де, ішетін тамақты да. Енді ол бұл айтып жатқаныңыз бала есейіп қалған кезінің көтеріп жатсыз да, сұрақ ретінде. Бірақ ол бала кеше туылып, бүгін есейіп кеткен жоқ. Бала есейгенге шейін бәрібір де әке сол өзінің тұлғалық келбетін дамытып келеді ол. Ой, балам есейіп қалды, бүгіннен бастап киімді реттеп жүрейін деп айтса, ол тұлға емес. Тіпті ғалымдар айтады, тіпті мынау сағат тағып жүрген адамның өзі деген сағат. Кейде ол мән бересің, кейде мән бермейсің ғой. Ол сағат тағып жүрдің өзі мынау ұқыптылықты білдіреді дейді. Бұдан кейін адамның қолына қарап жүретін болдық та. Ол сағатын көресің, ұқыпты адам деген сөз. Уже сағатқа дағдыланған ол адам. Ол сағатқа қарайды, не дедім, не кездесуім бар, сағатқа да мына уақытта, мына намаздың уақыты жақындап қалды, сағат қарайды, мен ана шаруаны уәделескем деген сияқты. Қарасаңыз, өмірі уже сағатпен дағдыланған керемет өмір мына кісінің өмірінде дейді. Көрдіңіз ба? Демек бұл сағатпен бұл бала есейгенге шейін ана тұлғалық келбетін дамытқан әке ғой ол. Демек сағатпен бірге әрине өзі таза киініп, өзі жан-жағынан дамып барады, міндетті түрде ол табиғи нәрсе. Бала есейген кезде әкесінің сондай көрінісін көріп өскен ол бала. Бірақ жаңа айтқандай, бала есейіп қалды, қой бүгіннен бастап киімді ауыстырайын бәрі десе, жоқ, ол тұлға емес. Өйткені тұлғалық деген ұзақ жолмен
жай қалыптасатын мәселе ғой. Сол үшін кез келген нәрсе ол бірден болмайды. Әрине айтарымыз, адам бірінші өзін ұқыптылық, өзін тиянақтылық, өзін тазалық, адам бәрі өзімізден бастаймыз. Біз әрдайым дәрісімізде айтып отырамыз. Қазіргі күнде өкінішке орай тәрбие деген осы сөздікті көпшілер балаларға қолданып жатыр. Балаға тәрбие беріңдер, тәрбие сағатын көп жүргізіңдер, тәрбиелі көп айтыңдар. Бірақ қазақ ұғымында қарасақ, тәрбие дегенді балаға қолданбаған. Тәрбиені бабаларымыз адам өзінен қолданымды айтқан. Яғни өзіңді тәрбиеле. Абай атамыз айтады, кім өз-өзін тәрбиелей алмаймын десе, маған билік әттең берілсе, ондай адамның тілін кесетін деп айтқан да Абай атамыз. Яғни тәрбие мәселесінде біздің бабаларымыздың айтып тұрғаны, сен өзіңді тәрбиеле деп жатыр. Өзің таза жүр, өзің сөзіңде тұр, өзің уақытпен жүр, бәрі өзіңнен баста деп жатыр. Одан кейін барып сен көрсету дегенде кейін балаға қолданған да. Міне балаға енді көрсет дейді. Әке көрген бала көрсін деп жатыр. Айтпайды, көрсетеді дейсіз ғой. Сөйлемейсің, көрінісіңді көріп, бала өзі қайталай береді. Сол үшін жаңа айтқандай, жаңағыдай бүгін мынандай, ертең бірден мынандай болып кетпейді ешқандай нәрсе. Ол бастан келетін нәрсе. Бір дана айтқан екен. Біз мәпелеп, қиындықтан қорғап, ыстық суығына өзіміз түсіп жүрген баламызға өте қатты қастық қылып жатырмыз дейді. Өйткені ертең алдыңғы болашағында бір сынақ келіп қалатын болса, ол бала морт сынады деген екен. Осы нәрсеге қазақта да бар, балаңды аясаң аяма деген. Осы бір қалай көріністі осында, қиындыққа баланы тастап жүру керек па, қалай тәрбиелеу керек алдынан сынақ шыққан кезде? Енді өткен осының алдағы эфирде өзіміз есіңізде болса біз айтқан едік, мамандардың берген жолдары 3 жетіні айтқан олар. Бірінші жеті, 1 жастан 7 жасқа шейін баланы еркелетіп, кәдімгі хан секілді, патша секілді қараңдар деген. Айтқанын бәрін алып бер, айтқанын бәрін көрсет, барам деген жерге алып бар, 7-ге дейін. Екінші жеті өмір басталған кезде, 7-тен 14-ге дейін ғой. Екінші 7-ге кірген кезде бала, омен досыңдай сырлас дейді. Кәдімгідей мұңдас, сырлас, әңгімесін тыңда, әңгімеге тартып оны, балам не айтасың? Сенің ойың қалай? Мына мәселені сен қалай шешкен болар едің? Деген сияқты кәдімгі адамдар өзінің досымен сыртқа шығып, кофе ішіп сырласады ғой. Осында бір мәселе бар, досым не айтасың? Сен бір бастан 2 бас жақсы деп не айтасың деп, досымен қалай сырласасың? Демек, баламен де екінші 7 жастан 14-ке дейін сырлас деп жатыр. Үшінші 7 жасқа кірген кезде бала 14-тен арғы енді басталады. Үшінші 7 жас басталған кезде дейді, омен тізгінді енді қолына бер дейді. Енді бала шапсын дейді. Бұл бала, жаңа айтқандай, ол қателеседі міндетті түрде. Бәріміз қателесеміз. Бірақ бұл бала сол ортаңғы 2-ші жаста, 7 жаста әкемен сырласып үйренген бала ғой. Ол біледі, қазір әкеме айтсам, мені жегіп тастайды, ұрысып тастайды деп, бала ондай жоқ. Өйткені ол әкесімен сырласып үйренген ол. Ол кішкене сүрінген кезде, ол қайда баруды да біліп тұр ол бала. Кімге айтуды да біліп тұр. Бірден әке, міне мындай жағдай болды, соны бір көмегіңіз керек болып тұр, не айтасыз деп. Бала үйреніп қалған ғой әкесімен сөйлесіп. Сол кезде әке тұрады да, ол проблеманы шешіп бермеу керек дейді. Ұрсып, кейде әкелер өзі кірісіп кетеді да. Сөйтіп проблеманы бәрін шешіп тастайды. Бала оны сезінген жоқ дейді. Ол қаншалықты қиыншылық болды. Ол үйтпеу керек, балаға әке жолын үйрету керек екен. Бала, мен сен былай істеп көр, мен сенің орныңда болса бүйтетін едім, сен былай істеп көр. Енді көр енді балам. Деп өткен тізгін өзі соның қолында ғой. Қайттан өзі істеген қателікті өзі туралап үйрену керек бала дейді. Өткен неге десе, өткен әке тірі кезде баланы кішкене сонда сүріндіріп, қайттан тұрғызып, әке баланы дайындап кету керек дейді. Егер ондай дайындамай кетсе, әке күндердің күнінде өмірден өтіп кеткен кезде бала сүрініп көрмеген, бала биікке шығып алған, ояққа құлаған кезде жаман құлайды дейді. Бала өзін жоғалтып қояды өмірде. Бұлар бетін алып алсын, қаншама балалар өзіне қол жұмсап жүріп жатыр. Неге? Сезінбеген, қиыншылық көрмеген. Сол үшін жаңағы балаңды аясаң аяма деп жатқан сөз, жаңағыдай бір дөрекілік, қаттығыл, ұрыс деген сөз емес ол. Бұл балаңды аясаң аяма деп жатқан, бала сенің өмірің жалғасы бол. Өйткені қазақ айтады, адам 1000 жыл өмір сүрмейді, ұрпағымен 1000 жыл өмір сүреді дейді да. Сонда біздің балаларымыз, Алла өмір берсін, бұл біздің өміріміздің жалғасы. Яғни сенің жалғасың ол. Сен болашақта
өміріңді жалғасқан қалай көргің келеді? Мгм. Демек соны балаға саласың енді. Баланы сол тізгінді беру керек. Бала өзі таңдаған саласына кетсін, шапқысы келген жерде шапсын, бала қолдап отыру керек. Ал бірақ қателескен кезде жол жорын айтып отыру керек. Сонда кішкене шалынып тұрып, құлап тұрып, сүрініп үйренген бала болашақта үлкен қателіктерге бала кірмейді ешқашан. Өйткені ол кішкентай қателіктің өзін дәмін татып көрген бала ғой ол. Ол басы тасқа тиіп көргенде біледі аның қаншалықты ауыр екендігін. Қой дейді, тыныш жүрейін дейді. Көрдіңіз ба? Сол үшін жаңа айтқандай, бұл бала біздің болашағымыз болғаннан кейін оған кәдімгідей көңіл бөлу керек. Көңіл бөлу жатқан, оны бүткіл жақсы жағынан өзіміз дамытамыз, балаларға оны саламыз. Сонда Абай атамыз айтады ғой, баланың адам болуын қаласаң, оның біліміне, адам болуына ақшаң дүниеңді аяма дейді. Екінші қара сөзінде айтады, бала қызыл көйлек, көк көйлек кигенімен адам болып қалған жоқ әлі дейді. Кейде біз қарасақ, балаларға сол материалдық жағынан ғана көп шектеліп жатқан кісілер бар да. Балам қатарынан қалып қоймасын, өз қатарлары мынандай телефон алып жатыр, өз қатарындағы балалар мынандай планшет алып жатыр. Дұрыс, заман талабына сай алып беруге болады. Бірақ Абай атамыздың тілімен айтатын болсақ, бала әлі адам болған жоқ. Мәселе шешілген жоқ деп жатыр. Сен сондай телефон алып берді екен, планшет алып берді екен деп, бала әлі адам болған жоқ деп жатыр. Көрдіңіз ба? Сол үшін баланы аясаң аяма деп жатқаны, баланы қалай да болсын білімге салу керек. Оны қызықтыра білу керек, оның кәдімгідей марапаттай білу керек. Бала кәдімгідей өз еркімен сол білімге кетсін. Бала спортқа кетсін. Бала жан жақтан өзінің даму процестерін, мысалы, әке өзін қалай дамытып жүр қоғамда? Әке күніге бір нәрсені қайталай бермейді. Жұмысқа көңіл бөледі, денсаулығына көңіл бөледі, біліміне көңіл бөледі, руханиятына көңіл бөледі, комплексіне. Осы нәрсені баланы аясаң аяма деп жатқан, дәл осы нәрсені, бірақ несі шеңбері шағында болады, баланың деңгейінде болады. Соны жасату керек балаға. Бала намазын уақытында оқу керек. Бала уақытында ұйықтау керек, уақытында тұру керек. Бәрін ерте қозғалса, ерте болатын. Әке соның бәрін балаға сөйтіп, кішкене жаңағыдай әкелік несін беріп отырса, мінезін, сөзімен, деп қойып, балаға әсер етеді. Өйткені бұл балалық кезеңдер бар баланың өмірінде, оны переходный возраст дейді. Бала бір кезеңнен екінші кезеңге өткен кезде, кейде әкенің сондай деген қаттылығы да керек балаға. Онсыз болмайды. Мен өз басым айтатын болсам, мысалы мен 2005-те Мысырға, Аляскаға оқуға түстім, 2005-те. 2012-де Аллаға шүкір аман есен бітіріп, дипломымды алып, елге қайттым мен. 7 жыл Мысырда мен жүрдім. 7 жыл. Осы 7 жыл аралығында, ол кезде мынандай телефон арқылы емес, ол кезде жаңағы интернеттегі скайп арқылы елге, үй, домашний телефон дейміз ғой, соған звондау арқылы, кейде почта арқылы байланысатынмын үйге. Сол телефонды әкем алса егер үйдегі, әкем ешқашан жағдайым сұраған емес, оқуым сұрайтын. Оқуың қалай болып жатыр, үлгеріп жатсың ба, бәрі дұрыс па деп. Егер трубканы анам алса, анам ешқашан сабағым сұраған емес. Мен жағдайым сұрайтын. Қарның ашып қалмады ма, тағы не жіберейін, киімдерің бәрі дұрыс па, өткенде сұрағанда салып жібердім, тағы не салып жіберейін деп, анашы маған тек қана соны беретін. Кейін соны кітаптарын оқыдық, ғалымдар соны айтқан. Балаға әкенің қаттылығы керек дегенде, ананың мейірімі керек деген. Сол кезде бала мықты өседі деген. Әкенің мінезі де бар, ананың да мейірімі бар. Бала кешіретін жерде кешіре алады. Кейде анау мінез керек болып тұрады, адам тұп беретін жерлерде. Мінез болмаса анжақтанады да уже жалдақтай бастайды. Кім не айтар екен дей бастайды. Ал әкенің мінезін көрген бала жалдақтамайды ешкімге. Жаңағыдай жарып өтеді. Сол үшін ғалымдар айтқан, әкеде анада екеуі қаттылық қылу болмайды, бала қатыгез болып кетеді деген. Екеуі де мейірімді болып кетсе де болмайды деген бала. Ертең қоғамнан өзінің ақысын ажыратып алмайтын адамға айналады деген да. Анау да лақтырып кетеді, мынау да лақтырып кетеді, елдің бәрі лақтырып кете береді да баланы. Несін ажыратамайды. Елдің бәріне аңғалданып сене береді, елдің бәріне ақысын беріп қоя береді, өзіне ұтылып қала береді. Ол да болмайды. Сол үшін бала қоғамда мықты болу үшін ол біреудің ақысын жемеу керек, және біреуге де ақысын бермеу керек та ол бала ше. Мынау менікі, мынау сенікі, братан, тоқтату керек қой теманы.
Ол қайдан келген бұл мінез десе, әкеден келген да ол же. Қанмен келген, және әкенің жанында көрген, сол мінезінен көрген. Әке әй деген кезде бала тоқтайды. Ол бала да ертең өзінің баласына әй дей алады сол кезде. Әй бала деген кезде бала бірден атып тұрады ғой. Мысалы анасы кейде балаға тұрсай, мектепке кешігіп жатсың, тұрсай деп 10 мәрте айтты да, бала тұрмай жатыр әлі. Әке үндемей ана бөлмеде тұрып әй десе, бала қалай атып тұрып, бар бетін жуып, тісін жуып жатқан бала білмей қалады. Автомат түрде орындалады нәрсенің бәрі. Неге? Ол бала әкенің әйін біледі ол. Ол анасы сияқты 10 мәрте әй демейді қазір. Бірақ балаға осы керек та. Тұрар өмірінде анау керекті дәрі ғой мынау. Ол бала да ертең қоғамда өзінің баласында сөйтіп тәрбие алады. Көрдіңіз ба? Сонда бұл деген сөз бәрібір де ол қазір әке баланың ең жанашыр адамы ғой. Баланың тілеулесі, қамқоршысы, әйтеуір бала шапқан кезде тақымын қысып отыратын ең жанашыр адамы ол әке. Бірақ соны баласы мықты болу үшін әке кейде жаңағыдай қанша жақсы көріп тұрса да білдірмейді да. Алла сондай жаратқан ғой ер азаматтарды. Эмоциясын көрсете алмайды ер азаматтар. Ал қыз бала көрсете алады. Мысалы кейде әке қанша сырттан шаршап келсе, ұл бала әкесін сағынады. Бірақ бар мойнына асылып, бетінен сүйіп, әкесі жақсы көрін, сағындым ғой деп айта алмайды. Ана іші жібермей тұрады. Ал қыз оны көрсете алады. Барады, мойнына құшақтайды, бетін сүйеді, әке мен сізді жақсы көремін ғой деп айта алады қыз бала. Алла Тағала оларға сондай нәрсені берген да, қыз балаға же. Ондай сезім ұл балада да бар. Бірақ ұл бала Алла сондай жаратқан, анау несін көрсете алмайды сыртқа, эмоциясын. Яғни шынайы жақсы көріп тұрған ер азаматтар айта алмайды. Бұл да бір қасиет та, бұл жаман нәрсе емес. Алла сөйтіп жаратқан. Енді соны әкеде сондай ұстамдылықпен бүйтіп жүреді да, баласын қанша жақсы көріп тұр, баласы қанша жаңағыдай қиыншылыққа салып жатқанын біліп тұр. Бірақ ол көріп тұр, қазір өз көзінің тірісінде, өз бар кезінде баланы сөйтіп салып жетілдірмесе, ертең қоғам баланы аямайды. Бұл бала ертең біреудің қолына барған кезде ол бала әкесі емес, ол нағашысы емес. Ол аямайды ол баланы. Енді не істеу керек? Одан гөрі не қазақ айтады ғой, анау енесі тепкен қолың ауырлық сезбейді дейді ғой. Яғни әкенің беріп жатқан жаңағы қаттылығы оны аямай жатыр деген жаңағы өзіңіз айтқандай осы сөзбен қолданатын болсақ, ол жақсы нәрсе. Бала сонымен піседі, жетіледі. Қоғамға ертең додаға кірген кезде, жалпы қоғамда, ол бала ақ қарасын ажырата алады, кімнің кім екенін біле алады, барлық нәрсені бағалай алады, өзінің ақысын ажыратып қорғай алады, әлсіздерге қорған бола алады, ақиқатты қолдай алады, кешіретін жерде кешіре алады. Яғни бәрі комплексінен қалыптасқанда баланың бойында. Бірақ ол кезде әке мүмкін өмірден өтіп кеткен кезі болуы мүмкін, сөзіне бала өмір бойы соны айтып жүреді. Мен әкем марқұм баяғыда біз кішкентай кезімізде сөйтуші еді. Әкем марқұм баяғыда біз таң атпай тұрғызып мынандай жасататын еді. Мынандай нәрсеге кәдімгідей өзімізге нәпсіге ауыр болып істеген келмесе істететін сол нәрсені деп тұрады ғой. Бірақ оны кейін көреді да. Мен сол бала кезімде соны үйреніп алғаным жақсы болған екен. Қазір мен алдымнан шықты сол дейді. Қазір мен қиын емес маған сол салам. Мен бала кезімде істеп тастағам деп тұрады ғой кейде. Қараса әкенің сол несі ғой, уақытында сол жаңағыдай аясаң аяма деген қағидаға салғанын бала рахатын көріп жатыр. Сіз умрада болғанда көрген шығарсыз араб елдерінде екі жігіт мысалы қол ұстасып жүреді арабтарда, білесіз ғой? Бауырлар бір-бірімен қол ұстасып, білмеймін енді ол бір-бірінен жақсы көретінін білдіртіп жатыр ма? Ал бізде ол менталитетке салсақ, бір-бірімен қол ұстасып түгіл, бір-біріне жақсы көретінімізді айта алмаймыз. Бауырларының арасында. Бұл қалай деп айтсақ болады? Бұл әркімге ғұрыпқа сай дейміз ба? Әлде біз осы қазақтарда өзімізде жақсы көретіміз қалай білдіртеміз, бұрын қалай білдірткен ата-бабаларымыз? Енді бұл жаңа айтқанда әр ұлттың дәстүрі, ол әсер бар ол жерде. Бірақ бізде жақсы көру деген нәрсен бұны сөзбен емес іспен дәлелдеуді бізге көбірек ұқтырған. Досқа адалдығыңды, балаға жанашырлығыңды, көршіңге жаңағыдай жақсы қарым қатынасыңды барып, көрші, мен сені сыйлаймын, жақсы көремін деп бізде айтылмайды. Бірақ ол көршіні сен жақсы көретініңді іспен көрсетесің.
көршің кішкене заборы сәл кіріп кетсе қоя саласың, иә. Көршің тағы да бір иті босанып кетіп сен аулаңа кіріп тауығыңды жеп кетсе де деп қоясың, ол көрші оны бағалайды. Мына көрші айтпай жатыр дейді. Ұят болады, ана үйтті бұдан кейін байлап қойыңдар деп ұяла бастайды да. Мысалы да, ол жақсы көрсе де, жаман көрсе де бәріден бажылдасып, немесе ондай жасамайды бізде. Демек, біздің жалпы сол ұлт ретінде біздің осындай бір қасиеттеріміз бар. Оны жаңа айтқан әкеге қатысты, ер азаматқа қатысты болатын болса, ер азаматтар біздің жалпы мынау дәстүрімізде оны қатты көрсете алмаймыз. Бірақ оны іспен көрсету әлдеқайда тиімді. Оны бүткіл ұлт мойындайды. Кез келген әлемнің ұлттары мойындайды. Оны бір ауыз сөзбен айта аламыз да. Біз көп сөйлемейміз, іспен дәлелдейміз дейміз болды. Сен жасаған ісіңді көрген кезде соның ішінде бәрі жауабы берілді оған. Біреулер көп сөйлеп жатқан болуы мүмкін, бірақ тұра тұр, сен ісіңді көрсетшейсің, жұмысын қарасаң ондай емес. Мына сөзіңмен ісің келмейді ғой. Ол өзі де ұялады да. Сол үшін жаңа айтқандай осы қасиетімізден арылмауымыз керек. Біз қазір ешкім жаңалық ойлап тауып жатқан жоқ. Сол барымызды баяғыда ұмытып кеткен, ата-бабамыздың жасап кеткен дәстүрін толық біз қазір өмірде қолдана алмай жатырмыз. Соны өйстіп қаза беруіміз керек. Барынша соны ашып, өзіміз амал жасап, соны ұрпаққа соны жеткізіп кетсе де оның өзі өте үлкен бір мәселе болып тұр да. Бірақ ашық айтайын, қазір қоғамда ешқайсымыз жаңалық ашып, қазақ даласында бір керемет бір өнеге болатындай ұрпаққа да, болашаққа да мен көріп тұрғаным жоқ. Сол барлығы ата-бабамыздан келе жатқан нәрсені жаңартып жатыр. Ата-бабамыздан соның бәрін осыдан неше ғасыр алдын мынандай кәдімгідей қазір мына өркениет дейміз ғой, цивилизация. Өркениет болмаса да, бірақ не деген құнды нәрселерді олар өмірде қолданып кетті сол кісілер. Қарапайым бір нәрсе айтайын. Мысалы қазіргі күнде қарасаң, бізде тоңазытқыш үйде, мұздатқыш дейміз ғой. Сондай болмаса, ет алмайсың, сүт алмайсың, неге үйде свет жоқ, тоңазытқыш істемей қалған, бұзылып қалған деп бәрінен бас тартасың. Үйдің өзінде. Бірақ ата-бабаларымыз свет жоқ, ол кезде холодильник жоқ деп ондай нәрсе сол себепті деп қалып қойған жоқ өзінің заманына. Ол кісілер осының бәрін жолын тапқан ғой, тапқырлықпен. Іспен көрсеткен. Бірақ мысал айтамын қазір, қараңыз. Үлкен қазанды алғанда, қазан. Сол қазанға анау ешкінің терісі бар ғой. Соны жақсылап иілеп, жақсылап иілеп, өңдеп, иілеп, тазарғаннан кейін сол қазанның ішінен тастайды екен да, үстінен толтырып сүт құяды екен, сүт. Сүтті құяды екен да, астынан отты жаға береді. Именно ешкінің терісі ғана соны алады екен. Басқа тері болмайды. Қойдікі болмайды, өгіздікі болмайды. Именно ешкі керек. Сол ешкінің терісі қазанның ішінде жатыр ғой түбінде. Анау толған, ілкілдеп тұрған сүттің бәрін бойына сіңіре алады екен. Бірақ отты жаға береді астынан. Сол ыстық арқылы ана өзіне ала береді. Сөйтіп бәрі біткеннен ана полный сүттің бәрін өзіне сіңіріп алды ғой. Сол терін алады екен де күнге жайып қояды. Әжелеріміз ше? Күнге кептіріп алады. Сөйтеді де жол жүріп баратқаны бар, өздері көшіп қонып жүрген кездері бар. Кез келген уақытта бір сапарға кетіп баратса, мынандай кішкене бір бөлігін әжелеріміз кесіп қоржына салып береді. Сөйтеді де ол күні бойы атпен жүріп кешке шаршап демалады ғой бір жерге. Сөйтеді де бір отты жағады да, кез келген жерде өзен бар, кез келген жерде бұлақ бар, су бар ғой қазақ даласында. Суды алады да, отты жағып, жаңағы кесіп берген мына бөлігі бар ғой, ешкінің терісін. Кішкентай бір бөлігін бәкімен кертіп жіберіп, ананы ыстық суға салса, ол қайттан өзінің бойында сүтті шығарады бойынан. Сыртқа же. Соны свежий сүт ішіп кете беретін болған ғой. Қазір күндегі қалсаң, холодильниктің мәселесін шешіп тастағанда ол кісілер же. Бірінші естіттім. Қара. Ана сүт айнымайды. Оған холодильник те керек емес, свет те керек емес. Жүрген жерінде свежий сүт ішіп бере береді. Ал ана тері ол бұзылмайды. Ол қоржынның түбінде жатады. Кез келген уақытта сүт ішкісі келсе, ананы алады да, ана кипяток дейміз ғой, ыстық суға салады да, ана өзін шығарады қайттан сүтті дейді бойынан. Сонда қарасақ, жаңа айтқан ғой, біз сондай ұлтпыз, соның бәрін іспен көрсетіп кеткен аталарымыз, әжелеріміз. Міне осындай көптеген технологиялар қазір 21 ғасыр ойбай деп анау бір
айға ұшқандарға қарап отырмыз ғой. Бірақ өзімізді қазір қазатын болсақ, біздің де не деген технологияларды қолданып тастаған біздің ата әжелеріміз. Оны осылай айту арқылы, осыны зерттеу арқылы ғана біз көзіміз жетіп жатыр. Олар қалай керемет өз заманынан қалып қоймастан, көштен қалып қоймай өмір сүрген да олар ше. Сол үшін бізде де қазір міне Аллаға шүкір сондай ата-бабаларымызды мақтанып айта аламыз. Кейінгі ұрпақта біздер туралы айту үшін, демек бізді дайынға тап болмай, бізде оны армен қарай дамытып, яғни заман талабынан сай соны әдемілеп, әспеттеп, оны көрсетіп, өмірде қолдана бастасақ, балаларымыз ертең соны қолданады. Осылай кетіп бара жатқан уақыттар. Машалла. Керемет сөз. Бүгінгі подкастымызда тың қызықты ақпараттар айттыңыз. Алла разы болсын. Олай болса, бүгінгі подкастымыз осымен тәмам. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.